Тұз түрлері. Тұз тағамның табиғи дәмін шығарады және оны консерватор ретінде пайдалануға болады. Тұз түрлі тағам дайындау, дәм және денсаулық үшін әртүрлі түстер мен текстураларда келеді. Кейбіреулер қызғылт Гималай тұзы және әртүрлі теңіз тұздары сияқты кәдімгі ас тұзымен салыстырғанда сау деп саналады. Кейбір адамдар олардың жақсы көреді, өйткені көпшілігі аз өңдеуден өтеді және магний мен калий сияқты микроэлементтер көп болуы мүмкін. Дегенмен барлық тұздар қалыпты мөлшерде пайдалы, өйткені натрий теңдестірілген диетаның қажетті бөлігі болып табылады. Тұз құрама элементтерден жасалған минерал, натрий және хлор. Олар бірге кристалданған натрий хлоридін түзеді. Тұз өндірісінің басым бөлігі буланған теңіз суы мен тұз кеніштерінен келеді. Тағам дайындауға қолданылатын көптеген тұздар йодталған. Тұз түрлері. Тазартылған ас тұзы, кошер тұзы, Гималай қызғылт тұзы,